Ал мына жерде сіздерге шок контент көрсетейін деп жатырмын. Мынау 1 қыркүйек келе жатыр. Аллах қаласа сабаққа балалар барады. Ақ колготки, ақ жейде, ақ фартук киетін кісілер бар болса, сол кісілердің мамаларының назарына міне осындай. Кеше Айханың туған күнге барған, ол туған күн жер үйде болған, сосын аниматорлар келгеннен кейін далада ойнапты, аямай құлапты. Мына жерде көрдіңіздер ма, шөптің үстіне құлапты. Бірақ колготкиді аяғы да тесілмепті, бірақ осындай ужас кірлер болып кепті. Бұрын соңды мынандайды көрсем, ужас, мынаны қалай кетірем деп қорқатын едім. Қазір емес. Қазір менің қолымда мына Greenway'дің экологичное мыло для стирки деген мятаның есімен бар. Және де мынандай природный пятновыводитель бар. Осы екеуіне кетпеген нәрсе болса, онда мистик порошок деген бар. Қайнатып, жаңағындай суға салып, соған салып қоятын. Бірақ мен былтыр 1-ші сынып бойы Айханымның барлық жаңағы жейдесіне, кейде ол сурет салған кезде шығармашылық шабыты тасып кетіп, краска, жаңағындай фломастер, карандаш бәрі сия жұғып келетін болса, осымен ақ кетіре салатынмын. Ал іш киімдерді ақ және де осы колготкилардың табанын кір машинаға салардың алдында осымен жуып аламын да, сосын солай сала салатынмын. Енді науқан басталды, тағы да қазір осы колготкиді көз алдарыңызда осы средстволармен жуып көрсетем. Мынау әзірге тұра тұрады. Мен әзірге осы сабынмен жуам. Сол үшін бірінші раковинаны осылай жауып қойдым. Бірінші жылы сумен сулап алам. Сосын барып сабындай. Сосын сіздерге жуу барысын, нәтижесін көрсетем. Мұны әбден ысқылап сабынды жағып жудым. Қандай атақтар тұрып еді. Сосын кішкене осылай қоя тұрам суға. Әрі қарай ағарту керек деген нәрселерді ағарта берсін деп. Мына аппақ болды негізі. Сосын мына жерде бір жаңағы шөптен қалғандақ, кішкене сол білініп тұр. Қалған кірлер кетті. Сосын осыған, осы жеріне мынау жаңағы ремуверді жағып қойдым. Енді сәл тұра тұрсын, бір 5 минуттай. Сосын таза суға салып, шайып, сонымен колготкиді тап-таза қыламыз. Міне жуып болдым, колготкиді шайдым. Жаңағы тізесі бәрі спокойно кетті. Мына ремуверді жағып кішкене қоя тұрдым да, содан кейін тағы да шайып міне жудым. Так что мен сияқты қыз балалары садикке, мектепке баратын кісілер, және де халат жуатын кісілер, ақ рубашка киіп жұмысқа баратын кісілер, жағасы, жеңі жаңағындай кірлеп қалады деп қауіптенетін кісілер, пожалуйста, сіздердің проблемаларыңыздың решениесі осы Биотрим, мята сабын, және де осындай пятновыводитель ремувер. Мынау сабынмен аяғының шуашы бар кісілер аяқтарын жуады. Кәдімгідей денесінде жуып шомылып жүрген кісілер бар. Мятаның иісі өте бір сондай керемет, сондай бір навязчивый емес, өте әдемі, орынды. Так что ұсынам барлықтарыңызға. Ал сезон ақ колготки мен ақ рубашканың ашық деп жариялаймыз енді. 9 ай бойы осымен арпалысамыз, сондықтан да шаруаларыңызды жеңілдетіп, Greenway'дің сабыны мен пятновыводителін алып алыңыздар. Ал алда жаңа кезең, енді оқу процесіне балалар үйреніп кеткенге дейін ата-аналарда сол адаптацияға әбден көмектесеміз. Сол үшін өзіме қолайлы қылып, мынау фарш сатып алғанбыз, өзіміз әбден тексеріп, өзіміз үнемі алып отыратын дүкеннен, адал ет деген дүкен бар, содан алып отырамыз, халал фарш. Соны осылай 3 килограмм қалай келді, солай сала салмай, бірден өзіме тамақ дайындауға ыңғайлы етіп, осылай реттеп саламын. Мынау полиэтилен пакетке салып жатқаным, ол рулет немесе манты дайындауға 800 граммнан өлшеп салып жатырмын. Одан кейін қалған фарштың үлкендеу бөлігін тефтели дайындауға, шағын бөлігін фрикадельке дайындауға қойып қойдым. Тефтелиға да, фрикаделькеға да мен негізі жалпы өзі көбіне-көп мені тұрақты көріп жүрген көрермендерім біледі. Измельчительден жуаны пюре сияқты тастаймын, себебі балаларым жуа көріп қалса шықып кетеді, тамақ жегісі келмей қалады деген сияқты.
Ал осы шаруаны бастап жатқанда алдын ала күрішті жуып ыстық суға бұқтырып қойған болатынмын. Мен қайнатпаймын көбіне көп, осылай ыстық суға бұқтырып солай күрішті сала беремін. Сосын тұзбен бұрыш қостым да араластырып әбден. Сосын өзіме қажетті формада жаңағыдай дөңгелектеп, бірақ мен ортаншы дөңгелек қылып жасаймын. Негізі енді ГОСТ бойынша бұл ірірек болу керек, бірақ мен енді балаларымның сұранысы бойынша, талабы бойынша, қалауы бойынша мен негізі көбіне көп балалардың ыңғайына қарай жасаймын тағамды. Сол енді Аллах бұйыртса режимге үйренуіміз керек. Бізде Айсұлтан таңертең садикке барады, ал Айханым екінші сменде оқитын болады. Сол себепті кішкене режим орнату керек үйге. Мына тефтелиді дайындап болдым. Енді фрикаделькеға да домалақтар алдында осындай бірдей көлемде деп көз мөлшермен өлшеп осылай бөліп қойып жатырмын. Сосын ыңғайлы болады дөңгелетуге деп. Сосын осы бір контейнерді арнайы алған болатынмын пробаға деп. Ұнаса тағы да заказ берем деп. Сол негізі есімнен шығып кетіп жүр. Негізі өте ұнады. Әдемі ғып осылай морозильникте алдын ала заготовка дайындап қою үшін үлкендеу мөлшерде сол бірнешеуін алған тиімді болады. Және де кейде болады ғой, енді фаршированный перец сондай дайындайтын болса, перецтің иісі бүкіл морозильникті алып кетпеу үшін оның қақпағын жауып қою керек. Сол үшін өте қажет екен. Міне дайындаған жасаған заготовкаларымды көрсетіп жатырмын. Мына жерде фрикаделькеден 2 рет тамақ жасауға, тефтелиден 2 рет тамақ жасауға деген көлеммен осылай дайындап қойдым. Жаңа айтып кеттім, фаршты мына бір рулет, бір манты жасауға осылай қойып қойдым. Мынау қалған фарштан менің балаларымды уже біліп қалдыңыздар, көбіне көп макароннан бас тартпайды, сондықтан да макароны по-флотски дайындаймын деп осындай фарш қалдырып қойдым. Және де жұмыс барысында пайдаланған ингредиенттерімнің бәрі ол жаңағы қара бұрыш және де тұз ғана. Басқа бөтен ингредиент қоспаймын. Алдындағы күні осылай блины дайындаған болатынбыз. Сол ойлаған балаларды ақырын осы фаршированный блины жеуге үйретейінші деп. Соған енді мен блиныды ертерек дайындап қойдым, фарш кеш кеп қалды. Араларында жаңа байланыс болмай қалды, бірақ дегенмен алдағы уақытта сондай перекусқа сондай блины фаршпен дайындағым келеді. Енді сабақ басталғаннан кейін осылай формалардың барлығын бірден тазартып, бірден үтіктеп қою керекпін. Одан кейін шетінен алып кие беруге. Сол енді ертерек дайындап қойсақ та, сол жудым, бірақ осылай үтіктеуді ең соңғы күнге қалдырдым ғой. Мына 31 тамызда үтіктеп жатырмын. Сіздер де солай жасайсыздар ма, әлде алдын ала дайындап қойдыңыздар ма? Сосын мен аңғардым, енді менің Айханым мен ұсынып жатырмын, енді рынокта көріп жатыр қой, неше түрлі жылтырағы бар, әдемі бірдеңелерді. Айханым барынша өзіме сол жағы тартыпты, минималист екен, минимализмге нетіп, соның өзінде нарядный болып тұрады ғой, мынаны көрсем, мынаны бүйтсем, мынаны сөйтсе деп осы көндіріп, осы 2 блузканы таңдадық. Біреуі жеңі ұзын, біреуі жеңі қысқа. Өйткені Айханымдардың қысы жазы кабинеттері әйтеуір ыстық болады. Ол да жақсы, себебі тоңып қалар деп алаңдамайсың. Сондықтан да жеңі қысқасында, жеңі ұзынында алдық. Айханым негізі сабаққа өте қатты барғысы кеп жүр. Мен оған түсіндіріп айтып жатсам, 1 қыркүйек жұма күні болады, содан кейін 2 күн демаласың, содан кейін сабаққа барасың. Сен неге мен бара бергім кеп тұр деп. Сондай баяғыда өзімізде солай сабаққа асығып жүретінбіз. Оның үстіне білмеймін, басқа адамға басқа нәрсе мотивация беретін шығар. Маған осылай жаңа киім алып, соны өтектеп, жаңа бантик тағып, солай барған үнемі маған мотивация беретін. Сосын оның үстіне үздік балалар осы мектепке барғысы кеп тұрады негізі. Мектепке құштар болып тұрады. Мен жаңағындай осы 1-2 күн қалғанда сабаққа өзім сондай бір сабақтан қақ қоятын әсер алып сөйтіп жүретінмін ше, қақ қоятындай. Жан таласып өзімнен өзім бүгін барам ба деп. Тура солай Айханым да солай істеді екен. Мынау Айханымға былтыр алған болатынмын спортивканы. Айханымдардың негізі дене шынықтыру кабинеттері өте салқын, физзал. Сондықтан да осылай с начесом қалың не кигізем. Оған дейін осы қыркүйектің ішінде егерде қарағанда күн жылы болатын болса, оған дейін жылы да не алып қойғам, жұқа спортивкада алып қойғам. Оны
осы жылы күндерде киюге. Сосын былтыр алған осындай кофточканы қайтадан кие береміз, бірақ бір түктеніп тұрған сияқты болды. Соған қолымдағы құрал осындай әдемі қылып, қараңыздаршы, салыстырыңыздаршы, обработка жасаған жақ пен обработка жасамаған жақты. Осылай арада бір айдың ішінде бір рет осылай тазартып беріп тұрам, өйткені осылай түктеніп қалады екен. Сол турецкий болса да, қымбат кофта болса да, осылай түктеніп қалатын болды. Ал енді түктенбейтіндер жаңа слишком синтетика алғым келген жоқ. Сондықтан да енді барынша осылай тазартып беріп отырам. Былтыр кішкене жең қайырып кетіндей ғып алған болатынбыз. Биылдыққа Айханым кәдімгідей қалыпты болып кие береді, өзіне ұнайды. Бұл да минималистичный, ештеңе жоқ. Өткен жол дүкенге барған кезде бір жылтыр түймесі бар, осындай кезек-кезек киіп тұрасың десем, өзі айтады, жоқ, болмайды мама, мен осыны ғана кие берем, керек емес деп. Жақсы дедік, өйткені баланың өзінің кішкене ойымен де санасып тұру керек. Енді болса да осылай киім өтектеп бастағаннан кейін жаңағы түктердің барлығын тазартып алып жатырмын мына жердегі. Сосын осы аптада жиналып қалған осындай пастельдерді де бір жолата өтектеп тастайын деп жатырмын. Тура мен осы пастельді түктеп жатқан кезде Айсұлтан садиктен келіп жатыр. Балаларым әбден үйренген. Біреу сыртқа жай ғана 1 сағатқа 2 сағатқа шығып келіп жатса, сүйіп қарсы алуым керек. Өздерінен де мен соны талап етем. Бір-бірлеріңді солай алдарынан шығып күтіп отырыңдар. Алдарынан шығып қалай барып келдің деп құшақтаңдар деп бір-бірлеріңді. Соған балалар дағдыланған. Соны мен видео түсіріп тұрмын, кір өтектеп тұрмын десем де, а ты меня не поцелуешь деп келіп жатқан болатын жаңағы жерде. Сол мына жерде пастельді түктеп қойып жатырмын. Өткеннен айтып жүрмін ғой, мен түскен сайын өтіктей беруге уақытым болмайды. Сондықтан да білем, өзімнің жоспарлап жүретін қазір Айханымның киімін өтектеймін, ертең сол кезде соған қосып өтектейтін болам деп осылай бәрінің басын жиып теріп, сосын бір жолата Айсұлтанның да балабақшаға киіп жүрген киімдерін үтіктеп қоям арасында. Сосын осы жақында бір парагенератор алу деген бір мәселені ақырын қарастырып жүрмін. Өйткені бірінші қабатты түктеп жатсаң, жаңағындай осындай әсіресе пастель өтектеуге бірнеше қабат болатын болса, соның барлығын үтіктеп, буымен обработка жасап тұратын өте жақсы құрал. Ал менің қолымдағы үтік ол сондай бір жеңіл, бірінші, екінші қабатты ғана үтіктей алады. Бірақ дегенмен енді өзіміз әбден осыған машықтанып алғанбыз. Екіншіден мен пульверизатордың ішіне суға эфирный масло қосып қоям. Лемонграсс, өзімізге ұнайтын апельсин, сонда пастельді түктегенде де, киімді түктегенде де жаңағындай қыртысын жазғаннан бөлек өте күшті хош иістеніп тұрады. Өзімізге өте ұнайды. Және де осы мен кір түктеп болғаннан кейін кәдімгідей осы бөлмемізде әдемі хош иіспен ылғалданып, хош иістеніп тұрады. Сонда жаңағындай айтады ғой, екі қоянды бір оқпен атып тұрам осылай. Сосын енді жаңағы режим туралы айтып жатырмын ғой. Режимді ақырындап орнатып келе жатырмыз. Айханымның сабақ заттарын рюкзагына салып жатырмын. Бізге дүйсенбіге уже расписание берген, сол бойынша. Былтыр ұстаған рюкзагы, өткен жолы жазда жуып қойған болатынмын. Сосын мына жерде былтырлары осы Берлинго деген фирманың заттарын кәдімгідей комплектпен алған болатынмын, набормен. Соның ішінде соны алып жатыр с собой Айханым. Күнделікті сабақ орындауға қажетті шағын ғана құралдарын осы пеналға салып алады. Мен негізі пеналдың жұмсақ болғанын қалаймын, соны түсіндіріп айтып едім. Айханым соны көріп алды. Өткен жолы бір үлкендеу пеналды алам деген. Мысал үшін былтыр ұстаған. Тек қана шимағы болмаса, былай бүтін сау. Соны айтам ғой, мынау қалай ыңғайлы болды, сумкада да орында аз алады деп. Ал мынаны ұстай алмады, өйткені үлкен орын алады да сумканың өзінде. Сондықтан да бұлар енді әзірге тұр осылай. Бала болғаннан кейін биылға жаңасын алғысы келді, жаңасын алып бердім. Және де қарындаш мынандай ішіне клей бәрін салып дайындап қойыпты. Сосын мына расписание бойынша кітаптарын қаптап салып беріп жатырмын. Былтырғы жылы Айханым кітаптарын өткізгеннен кейін
мынандай обложкаларды лақтыру керек екен деп ойлап қапты. Осылай мыжып алып кепті. Мен осыны қайтадан түзеп, осындай А4 форматтағы мынандай кітаптардың арасына салып, осы қайтадан түзеліп, соны қайтадан ұстап жатыр. Өйткені балаға қазіргі күннен бастап прививать ету керек та, қоршаған ортаны беталды ластап, сап-сау, жаңағындай түп-түгел, тап-таза нәрсені қалай лақтырып жібересің деп түсіндіріп айтып жатыр. Оны ұстайтын өзің. Яғни екінші сыныптында кітабын осындай размердегі обложкамен қаптайтын болғандықтан бұны лақтырудың керегі жоқ деп. Енді биылдыққа біздің алмаған затымыз осы обложка. Ертең мына кітаптарды тыстаймыз, сосын қанша жетіспейді, сондайды ғана барып алам. Мынау бізге мұғалім расписанияны берген. Сол расписание бойынша сумкасына заттарын салып, артық деген дүниелердің барлығын алып тастап жатырмын. Мыналардың барлығы үйде қалады. Бұл расписанияда жоқ. Енді баланың сумкасына жаңағындай өзінің расписаниясын ғана, өзінің көтере алатын шаруасын ғана салып береміз. Скетчбукты алып барасың ба сабаққа? Не үшін? Қоңырауда жай. Қоңырауда ма? Жүк болмай ма саған көтеруге? Мен сені уайымдап отырмын. Мынаның бәрі жүк болған жоқ па көтеруге деп. Жоқ. Жүк болмай ма? Справишься? Ал енді, надеемся. Ал. Барлық қазақстандықтарды бүгінгі 1 қыркүйек балалардың алғашқы мектепке барған күнімен құттықтаймын. Әсіресе 1 сыныпқа балапандарын апарып жатқан ата-аналарға балапандарыңыздың қадамдары құтты болсын. Қаншама үміт арқалатып жібереміз. Сол үмітімізді ақтап, еліміздің ардақты, елеулі, білімді, намысқой, еңбекқор азаматтары болып өсе берсін деп тілек айтқым келеді сіздерге. Біз де Айханымды осылай алғашқы қоңырауына алып келдік. Біз 2 сыныпқа барып жатырмыз, бірақ дегенмен әр 1 қыркүйек әр баланың ойында ол мектепке ұзақ каникулдан келгеннен кейін ол бір жаңадан келген сияқты. Осы сборда негізі баладан ата-ана көп, себебі бір баланың соңында үмітін арқалап, қолпаштап, 2-3 ата-анадан жүреді осылай. Мынау 1 қыркүйек күнгі кеш бізде. Күн деген бізде вообще суытып кетті. Сосын бір жағынан 1 қыркүйекті атап өтейік деп ет астым. Жылқының еті, былтырғы соғымнан қалған әлі тұздығым. Сосын бір жағынан шелпек пісіріп қойдым. Жердің барлығы жана 2 жақтап жұмыс істегеннен кейін бір жағынан сорпа төгіліңкіреп жатты, бір жағынан майға шелпек пісіріп жатқаннан кейін плитам бүлініп қалды. Мына жерде бір дөңгелек нан жайып қойдым. Қазір қайнағанын күтіп тұрмын. Алла қаласа бүгін кешке бешбармақ жейміз осылай. Бешбармаққа еттің нанын осылай қолдан дайындаймын. Сосын нанды сүзіп алып, тұздықтың сорпасын қосып араластырып аламын да, балаларға бөлек-бөлек осылай өз порцияларын өз тарелкаларына салып қоям. Енді үстіне салатын ингредиенттерді әрқайсының өзінің қалауы бойынша ғана саламын. Картошканы Айзия жақсы ұнатады, жақсы жейді, сондықтан да Айзияға картошканы молырақ салам. Ал етті Айсұлтанға молырақ салам. Айсұлтан етті бір адамдай, бір азаматтай жейді. Аллаға шүкір. Ал енді Айханымды ересек болса да етті салып алып, әр тамақ жеген сайын уговаривать етіп отырамыз ғой. Ол сенің гемоглобиніңді көтереді, күш қуат береді, рюкзагыңды көтеріп жүретін боласың, күш жинайтын боласың деген сияқты. Сөйтіп әр тамақ жеген сайын сөйтіп мотивация беріп отырамыз. Сосын бүгін қызықтау болды жағдай. Әшейінде әдетте мен ет асам дегенде Айханым қарсы болатын. Енді мен шелпек пісіріп жатсам айтады: "Мама, сен бешбармақ жасамайсың ба?" дейді. "Неге?" десем, "Бүгін енді біздің мерекеміз ғой" дейді. "Ей жаным, ондай болса әрине ет асып берем саған" деп бешбармақ жасадым. Мен айтам, әдетте әкең екеуміз ет жейміз, ет асайық деген кезде сен асқызбайсың ғой, қонақ келгенде ғана болмаса десем. Мен де сағынып қалдым дейді. Өйткені күннің суытқаны әсер етуі мүмкін. Бір, екіншіден әр отбасында өзі әдет болады ғой. Енді сол шелпектің иісі шығып жатқан кезде Айханым қонақ келеді деген сияқты бір ой қалыптасты да, бешбармақ аспайсың ба деп менен сұрап жүр. Ал құрметті менің жақсыларым, менің видеомды осы жеріне дейін көрген болсаңыз, менің видеома, каналыма, дамуыма қолдау жасап, лайк басып,
комментарий жазып, сұрақтарыңыз бар болса сұрақтарыңызды қойып, тілек жазғыларыңыз келсе тілек жазып кетулеріңізді сұраймын. Менің каналымда осылай қонақта болғандарыңыз үшін сіздерге рахмет. Тамақ ішіп отқан болсаңыздар астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.